Менің аты-жөнім Екпін қызы Іңкәр. Жазғы демалыс жалпы балалар үшін мейрам. Мен жазғы демалыста өзім жасаған игі істерімді айтатын болсам, жеңгеме көмектестім, бала қарастым. Ал анама ыдыс жуысуға көмектестім. Ауылға келгенде отбасыма әрдайым көмектесіп тұрамын. Мен Оразбек Нұрхан, мен қыдырғанды жақсы көремін. Мен осы жылы апаммен бірге Өскеменге бардым, Қатонқарағайға бардым. Ол жақта мен тиын, марал, елік көрдім. Мен Нұрмұхамедұлы Әзілхан, осы жазғы демалыста Түркістан қаласына барып, Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне кірдім. Ол жердегі тай қазанға таң қалдым. Сонымен қатар Керуен сарайдағы кемеге отырдым. Аты-жөнім Ербол Қызыбалдар. Менің хоббиім суға түсу. Мен жазғы демалыста ата-анаммен Алматыға бардым. Ол жерде менің атам мен әжем тұрады. Атам мен әжеммен қыдырдық, мұражайға барып, қызықты мәліметтер алдық. Көкке шыққан ата-анаммен, әжеммен, атаммен көкке шыққан өте керемет. Мен Назира Айтмар, менің жасаған ізгі істегім ата-анама көмектесу. Ата-анам мені мақтан тұтады.